Бүгін мен сіздерге Hand Animation программасында дағындай жасалынатын анимациялық видеоларды жасалу жолын үйрететін боламын. Ол үшін біз Google-ға кіріп өз аккаунтымызды таңдап кіреміз. Мысалы, мен мына аккаунтпен жаңағы приложенияларға тіркелген болатынмын. Ол үшін маған басқа аккаунтымнан кіріп сіздерге үлгі ретінде көрсетейін. Мысалы, мына басқа аккаунтымнан кірдім. Енді іздеу жолағына біз Canva деп жазатын боламыз. Ағылшын тілінде Canva. Және осы Canva сайтына, мына шыққан бірінші сайтқа кіретін боламыз. Осы жерге кіргеннен кейін, егер сіздерде Canva бар болса, онда тіркелесіздер. Егер жоқ болса, бар болса, онда өздеріңіздің аккаунттарыңыз арқылы кіресіздер. Жоқ болса, Google аккаунт арқылы тіркелесіздер. Менде мына жерде автоматты түрде продолжить деп шығып тұр. Мен осы продолжить осы Gmail аккаунтпен деп көрсетіп кіремін. Менде мінеки осылай жаңағындай кірді. Преподаватель дегенді таңдаймын. Және пропустить дегенді бассақ болады. Мінеки осындай беті ашылды маған. Енді мен бұл жерден мінеки видео дегенге кіретін боламын. Ең алдымен біз бұл видео сабағымызды жасамас бұрын, біз бірінші жаңадан вкладка ашып, мына жерге Gemini дегенді жазамыз. Gemini деген жасанды интеллектіге кіретін боламыз. Ол бізге жаңағы тақырыбымызға керекті ақпараттарды жасап беретін жаңағы жасанды интеллект болады. Мінеки начать чат. Использовать Gemini дейміз. Продолжить. Мінеки енді осы жерге біз қазір менде информатика болғаннан кейін информатиканың терминдерін шығарып бер деп жазайын. Информатика терминдері. Ақпарат менде орысша шықты. Мен автоматты түрде бұл бетті қазақшаға аударып ала алам. Перевести мінеки. Именно үш нүктені басып, выбрать другой язык деп, мына жерден қазақ тілді таңдасақ болады. Мінеки казахский. Перевести. Мінеки, мысалы, ақпарат деген сөзге шықты, компьютер деген, алгоритм дегеніміз не, файл дегеніміз, қалта дегеніміз не деген сөздер, мысалы, осылардың интерфейстері шықты. Осылардың анықтамалары шықты, мен жерде интерфейсті оқып. Енді бұл ақпарат бізде ашық тұра берсін. Енді қайтып Canva'мызға барамыз. Canva'да осы видеоға кіретін боламыз. Видеоға кіргеннен кейін бізге осындай бет ашылады. Қайтадан видео дегенді басамыз. Бізге жаңадан осындай Canva'ның осындай видео беті ашылады. Енді осы ашылған жерде біз жаңағы текст дегенді таңдаймыз. Добавить текстовое поле дейміз. Міне бізге мәтін қоятын жер ашылды. Енді осы жерге біз жаңағы керекті мәтіндерімізді қоятын боламыз. Мысалы, ақпарат. Ақпаратты көшіріп, мен осы жерге қоямын. Қазір мен бірінші керек ақпараттарымды қойып алайын, Мінеки, мына жерге мен текстің орнына мына жердегі ақпараттың анықтамасын алатын болам. Көшіру. Және Ctrl-V. Енді бұл ақпаратты
бұл ақпаратты мен керегінше үлкейте алам, керегінше кішірейте аламын, керек жерге апарып қоя аласыздар. Мінекей беттің көлемін де үлкейте аласыздар. Мінекей қаншалықты сіздерге керек. Так, енді әрі қарай бізде мысалы мінекей ақпарат деген сөзімізді, мен енді өзіме ыңғайлысы осылай, ақпарат деген сөзді мысалы ортаға қарай қояйын, және ақпараттың үстінен 2 рет шертіп, мына жерде шрифтісін өзгерте аламыз. Шрифт бізде қазақша әріптерді көп шрифттер көре қоймайды, сол себептен мына жерде ұсынып тұрған шрифттерді қолданамыз. Мынандай значогы бар шрифттер ол ақылай версиясы, ақылы түрде қолданылатын шрифтлер, және басқа да бүкіл нелері осы ақылай болады. Енді мен мысалы тегін беріп тұрғаннан бір жаңағы несін таңдайын, шрифтісін. Бірақ мынада қазақша әріп онша көрінбейді, сол себептен мен осындай басқасын аударамын, және мен оны үлкейте аламын. Үлкейтіп, кішірейтіп өздеріңіз қалағанша өзгерте аласыздар. Әрі қарай біз элементы дегенге кіреміз. Элементыды басамыз. Элементыдан поиск элементовты басып, элементы деген жерге мысалы ақпарат деген сөзді жазамыз. Ол бізде информация, орысша айтқанда. Информация. Информация дегенді іздейміз. Бізге осындай элементтерінді шығарып берді. Мынау бізде ақылы түрдегі түрлері, ал енді келесі түрлерді біз осылай қолдана аламыз. Мысалы мінекей мынаны қолдансақ, үлкен етіп жасай аламыз. Мінекей бетімізге өзімізше қоя аламыз, үлкейтіп, кішірейтіп. Және мына жерде осы суретімізге байланысты мыналардың жаңағы шрифттардың түрінде өзгертуге болады. Мысалы біз мынаны қара қылдырайық, қара көк. Мынаны жасылмен жазсақ, мінекей бізге осындай қылдырып шығарып берді. Енді екінші бетімізді жасаймыз. Екінші бетімізге жаңағы, так, мына жерге бірінші добавить текст деп тағы да қайталап жібереміз. Жаңағы действияның барлығын қайталаймыз. Так, компьютер дегенді көшірейін. Мына жерге қоямын. Және компьютердің анықтамасын қояйын. Так, кілттеп қойдым. Компьютердің анықтамасын алып қоямыз. Копировать. Мына жерге добавить текст және енді бұны да кішірейтеміз қалауымызша. Осылай қоямыз. Және мына жерден элементтің ішінен тағы да компьютер деп жазып, компьютердің элементін іздейміз. Мінекей шықты бізге показать все. Және мына жерден тегін берілген түрін іздейміз. Мінекей менің суретіме жақынырақ келетін мінекей осы түрі. Енді осыны үлкейтеміз керегінше. Қоямыз. Және өзіміздің сөзімізді түсіне қарай өзгертеміз. Мысалы, ал мына жазуымызды жасыл қылдырайық, ана беттегідей. Осылай шықты. Енді бұл мысал ретінде мен сіздерге өздеріңіз әдемілеп барлық суреттерін, ақпараттарды барлығын керегінше қойып аласыздар. Енді әр қарай осыны жасап болғаннан кейін мына жерге бірнеше бет жасай аласыздар. Жасап болғаннан кейін поделиться батырмасын басып, біз мына жерден жаңағы скачать батырмасын басамыз. Мына жерде тип файла деген жерден PNG форматында сурет ретінде етіп сақтап аламыз бірінші. Менде мінекей 2 бет скачать деймін. Мінекей скачивать етіліп жатыр, жүктелініп жатыр. Жүктеліп болғаннан кейін ол бізде жаңағындай архивированный файл болады. Біз оны архивтан шығарамыз. Извлечь.
бұл бізге керек болады. Так, архивтан шығарғаннан кейін біз тағы да өзіміздің жаңағы бетімізге барып файл дегенді басып создать дизайн дегенді басамыз. Қайтадан видео дегенді таңдаймыз. Жаңа бетіміз ашылды. Енді осы ашылған жерге біз мына жерде приложение дегені бар, астыңғы жағында приложение дегеніне басамыз. Және осы іздеу жолағына ағылшынша speed paint деп жазамыз. Speed paint. Бізге мінекей мынандай приложениясы шығады. Осы приложенияны басамыз, және біз бұл жерде осы канваның ішінде ашуға рұқсатын береміз. Мінекей приложение дейді, перейти на наш справочный центр дейді. Жақсы. Енді мына жерден choose file дегенді жүктейміз. Жаңағы сақталған файлымызды, ол бізде загрузкидің ішінде текст образцада тұр. Мысалы, мінекей мына бірінші суретті қояйын. Қойғаннан кейін біріншісі бізде скетч, яғни 5 секунд ішінде болады. Colorful мынаны біз 10 секунд қылдырып қойсақ, екіншісін. Және мына екінші қолды таңдасақ, екінші қолды таңдап, sign or так. Sign or дегенді басамыз. Подключить нашу учетную запись дейді. Яғни біздің жаңағы Google аккаунтымыздан рұқсат сұрап тұр. Қосамыз барлығын. Продолжить. Animate image дегенді басамыз. Бізге қазір анимациялап жатыр жаңағы суретімізді. Так, мінекей бізде видеомыз аяқталды. Бізде жасалып берді жасанды интеллектіміз. Енді қараңыздар, мінекей бұл видеомызды біз ашып айқын көре аламыз бүкіл бетімізге. Мінекей проиграть. Мінекей осындай бізде бірінші бетімізді видеоға жасап берді. Біраз уақыт тостық енді. Енді мысал тағы да бір түрі бар, сол түрін көрсете кетейін. Ол бізде мінекей мына жерге қойып, жаңағы приложение дегенге жазып, speed painter. Speed painter деп жазамыз. Мінекей бізде шыққан ең бірінші осы приложенияны басамыз, және бұны открыть дейміз. Бұл жерде бізге тура осы сияқты, бұның өзі қосымша версиясы, choose file дейміз. Мысалы, мына екінші суретімізді жүктейміз дайын тұрған. Мына жерде секундты қойық, 5 секунд. Мына жерде 10 секунд тек. Және generate деп тағы да жаңағындай видеомызды жасап беруге. Так, мінекей бізге жасап берді 15 секундтық видео етіп. Add to decision дейді. Мысалы, перевести на қазақ тілі деп айтайық. Add to decision дегенді басайық. Көрейік. Бұл осындай нұсқасы. Енді өз еріктеріңіз можете мына speed printer дегенмен немесе speed paint дегенмен қолданып, екеуін біреуімен қолданып жасай аласыздар.
Енді осы екі видеоны жасап болғаннан кейін, екеу ғана емес, бұл жерде бірнешеуін жасай аласыздар қосып, барлығын жасап болғаннан кейін поделиться батырмасын басып, мына жерден скачать және видео mp3 ретінде өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей видео бізде жүктеліп жатыр. Так, міне видеомыз жүктеліп болды. Дайын видеомызды біз кез келген проигрыватель арқылы көре аламыз. Мінекей. Енді бұл жерде жаңағы суреттерге анықтама бергенде, көбінесе сондай анықтама жылдарға, тарих пәнінде де, география, барлық пәндерде жаңағы алғашқы сабақта, жаңа сабақта қолдануға өте тиімді деп ойлаймын. Балаларға қызықты, қолданыңыздар, көріңіздер, және де менімен бірге болыңыздар.